Құрметті азаматтар, ауа райының жылуына байланысты жолдарда көлік саны күрт көбейді. Дәл осы кезеңде жүргізушілер жол ережесін сақтамайды. Бұл қайғылы оқиғаларға алып келеді. Елімізде 2 күннің ішінде 75 жол көлік оқиғасы орын алып, 27 адам қаза тапты. Жол көлік оқиғаларының көп бөлігі Жамбыл, Маңғыстау, Атырау, Батыс Қазақстан облыстарында орын алған. Апаттар қала сыртындағы жолдарда түнгі уақытта болып отыр. 4 ірі жол көлік оқиғасы жеке тасымалдаумен айналысатын шетелде тіркелген автокөліктермен жасалған. Жамбыл облысындағы Алматы-Шымкент тасжолында орын алған ірі апаттың бірінде Toyota Alphard жүргізушімен жолға шықпас бұрын полиция қызметкерлері профилактикалық жұмыс жүргізді. Бірақ жол ережесін елемеген жүргізуші мен оның 2 жолаушысы жолда қаза тапты. Кейде осындай ескертулер өмірді сақтап қалу мүмкін. Есіңізде болсын, таксиге отырарда оның заңды тасымалдау екеніне көз жеткізу қажет. Атап айтқанда, жүргізушіде жолаушыларды сақтандыру шарты, техникалық байқаудан өту, сапар алдындағы медициналық және техникалық тексерулер болуы қажет. Мысалы, Маңғыстау облысында орын алған жол оқиғасына автокөліктің техникалық ақауына байланысты 3 адам қаза тауып, 1-еуі жарақат алды. Мұндай фактілер жалғыз емес. Өкінішке орай, жеке тасымалдаумен айналысуға құқығы жоқ такси жүргізушілері көбеюде. Жолда тексеру кезінде жүргізушілер көбіне осындай жағдайларды жасырып, туыстарым деп сілтеме жасайды. Ал ең өкініштісі, жүргізушілерді жолаушылардың өздері де қолдайды. Арзан жол жүру ақысына қызығып, өмірі мен денсаулығын ешкім ойламайды. Мысалы, ірі жол көлік оқиғасы 21 мамырда Жамбыл облысында Мерке-Шу-Буры-Байтал тасжолында тіркелді. Онда заңсыз тасымалдаушы анықталды. Осы апатта 3 адам қайтыс болып, 1 адам жарақат алды. Жол көлік оқиғасының тағы бір себебі ол жүргізушілердің рөлде ұйықтап қалуы. Атырау облысының Құлсары қаласынан 10 шақырым жерде Бейнеу-Атырау автожолында жеке тасымалдаумен айналысатын жүргізуші рөлде ұйықтап, алдында келе жатқан көлікке соғысып, 4 адам қаза тауып, 2-еуі жарақат алды. Жүргізушілердің назарына: жолға шығар алдында сіз өзіңіз үшін ғана емес, жолаушылардың да өмірінің қауіпсіздігі үшін де жауапты екеніңізді ұмытпаңыз. Жылдамдықты асырмаңыз. Жол ережесін сақтаңыз. Көлігіңіздің техникалық ақаулығын тексеріңіз. Ал енді шаршаған жағдайда кешіксеңіз де тынығып демалыңыз. Ұзақ жолда жүргенде үйде сізді отбасыңыз күтіп отырғанын ұмытпаңыз. Біздің тарапымыздан жол ережелерін бұзушылықтардың жолын кесу бойынша күшейтілген жұмыстар жүргізіліп жатыр. Полиция қызметкерлерінің жұмысы жазалауға емес, сіздердің өмірлеріңізді сақтауға бағытталған.